Сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге дәруменге өте бай, иммунитетті көтеретін қызылшадан жасалған салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл салаттар тез әрі оңай жасалады. Бірінші салатымыз алманы үкіштен өткіземіз. Алмамызға 1 шай қасық сұйық май қосамыз, сонда алмамыз қараймайды және түсін өзгертпейді. Енді қызылшамызды да дәл солай үкіштен өткізіп аламыз. Қызылшамызға да 1 шай қасық сұйық май қосамыз. Енді барлығын араластырамыз. Дәміне қарай тұз себеміз, қаймақ қосамыз, мейіз қоссақ болады, немесе жаңғақ қоссаңыз да болады. Өте дәмді болып шығады. Салатымыз өте дәмді, әдемі, пайдалы болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Екінші салатымызға сырды үкіштен өткіземіз. Қайнатылған жұмыртқаны үкіштен өткіземіз. Содан соң қызылшамызды да үкіштен өткіземіз. Дәміне қарай тұз себеміз. Майонез қосып, барлығын бір келгі араластырамыз. Қызылша адам ағзасына өте пайдалы болып келеді. Дәруменге өте бай, әрі иммунитетті жақсы көтереді. Екі салатта ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.